Бәріңе сәлем, бүгін қазақстандық топ 10 инстаблогер туралы айтатын боламын. Жазылушылар саны ең көп қазақстандық инстаграм блогерлары. Бұл топтамада орысша түсіретінде, қазақша түсіретінде блогерлар бар. Бастысы олар қазақстандығы. Бірақ мен сендерге видео басталмас бұрын Райымқұлов деген арнаны ұсынғым келеді. Бұл YouTube арнада қазіргі күнде 800 жазылушы бар, дегенмен де өте сапалы, қызықты видеолар түсіреді. Өздерің көріп тұрғандай Қырғызстандағы көтеріліс туралы, Борат фильмі туралы өз айын айтып видеолар түсірген. Барлықтарыңызға сәлем достар, менің атым Асылхан, бұл Райымқұлов каналы. Бұл жерде маған қандай тақырыптар ұнайды, сол тақырыпқа байланысты видео түсіретін болам. Сондықтан басқа да бір қызықты видеоларды жіберіп болмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып қойсаң болады. Сонымен видеомызды бастайық. 10-шы орында 1 500 000 жазылушысы бар JJJ Жасик. Ол влогтар түсіреді, өзінің өмірі туралы түсіреді. 9-шы орында тағы да 1,5 миллион жазылушысы бар Алишер Қонышбай. Алишер болса вайндар мен күлкілі видеолар түсіреді. 1 800 000 жазылушысы бар Ахон Бержан 8-ші орында. Ол неше түрлі видеолар түсіре береді, нақты қандай жанрда түсіретінін білмеймін. 7-ші орынға кеттік. ННН Нұрдәулет 7-ші орында. Ода қазіргі күнде 1 900 000 подписчигі бар. Нұрдәулет те вайндар түсіреді, бірақ арасында өзінің влогтарында жүргізеді. 6-ші орынға Айжан Байзақова жайғасыпты. Ода 2 100 000 жазылушы. Оның не түсіретінін өздерің экраннан көріп тұрсыңдар. Анара Батырхан Айнура Official 2 300 000 жазылушысымен 5-ші орында. Негізі Анараны блогер деп айтуға келмейді, дегенмен де ол вайндар түсіреді екен, сол себепті осы топқа қосылды. Елдос Қалабөк 4-ші орында. Ода 2 500 000 жазылушысы бар. Оны да блогер деп айтуға келмейді, дегенмен де Анара сияқты ол да вайндар түсіреді. 3-ші орынға да келіп жеттік. 3-ші орында 3 300 000 жазылушысы бар ЖК Фәтбәли. ЖК да өздерің білетіндей вайндар түсіреді, бірақ соңғы кезде 2-3 өз өмірі туралы видеолар шығарды. Сека Вайс 2-ші орында. Өткен видеода мен қателесіп, Секаны 1-ші орынға қойып жерген болатынмын. Секада 5 400 000 жазылушысы бар, және ол таза вайндар түсіреді. 6 300 000 жазылушысымен Ерболат Жанабулов 1-ші орында. Жаңа айта кеткендей, мен бұрынғы инстаграм топтамада 1-ші орынға Секаны қойған болатынмын. Бірақ ол кезде Ерболат Жанабуловтың бар екенін, оның кім екенін білмедім. Комментарияға Жанабулов қайда, Жанабулов 1-ші орында деп көп жазыпты. Сонымен Қазақстандағы ең жазылушысы көп блогер, ең жазылушысы көп адам Ерболат Жанабулов. Ендеше бүгінгі видео міне осылай болып шықты. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпа. Достарыңмен де бөлісе кет. Видео соңында мен сендерге тағы да Райымқұлов арнасын ұсына кетейін. Сілтемесі астыда болады.